Бүгін дүниежүзілік қан доноры күні. Айтулы дата аясында Жамбыл облыстық қан орталығында салтанатты шара өтті. Адам өмірін сақтап қалуға үлес қосып жүрген белсенді донорларға құрмет көрсетіліп, марапаттар табысталды. Мерекелік жиынға денсаулық сақтау саласының өкілдері, медицина қызметкерлері мен тұрақты донорлар қатысты. Толығырақ тілші бейне материалында. Салтанатты жиын ең алдымен тұрақты түрде қан тапсырып жүрген донорларды марапаттаумен басталды. Дәл осындай мадақтамаға тағы 25 донор ие болды. Мамандардың айтуынша донорлық қан күн сайын ондаған науқастың өмірін сақтап қалуға мүмкіндік береді. Жыл сайын 15 мыңнан астам қан тапсыру үшін жүгінеді. Барлық донациялар 100% ерікті және өтеусіз негізде жүзеге асырылады. Біздің қан орталығымызда жыл сайын қан мен оның әртүрлі компоненттерінің шамамен 25 мың дозасын дайындайды. Соңғы 3 жылда 56.140-тан астам дозасы құйылып, 10 мыңнан астам пациенттің өмірін сақтап қалуға мүмкіндік берді. Жамбыл облыстық қан орталығы өңірдегі 27 медициналық мекемені қан компоненттерімен қамтамасыз етеді. Өткен жылы орталықта мыңдаған доза эритроцит, плазма және тромбоцит дайындалған. Соның арқасында көптеген науқастар қажетті ем алып өмірлерін сақтап қалды. Бүгінде қан тапсыру толықтай ерікті әрі қауіпсіз түрде жүзеге асырылады. Қан тапсырған уже 2-3 жыл болып қалды. Постоянно кеп тапсырамын. Өзім давлением бар, 3-ші группадамын. Өте қан тапсырғанын жақсы сезінем, денсаулығымды. Өте пайдалы. Дәрігерлердің айтуынша қан тапсыру тек өзгеге көмек көрсетіп қана қоймай, донордың өз денсаулығына да оң әсер етеді. Донорлар тұрақты медициналық тексеруден өтіп, ағзадағы қан айналымының жаңаруына ықпал етеді. Ең бастысы, бір адамның тапсырған қаны бірнеше адамның өміріне араша болуы мүмкін. Сондықтан мамандар дені сау азаматтарды донорлық қозғалысқа белсенді қатысуға шақырады. Нұрдәулет Мұсайдос, Қыстаубек, Қордай 24 Ньюс.